Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 18 сәуір күніне болжам. Бүгін ертең шаш қидыруға онша емес, және бүгінгі күнде де кім саяхаттайды? Сюаньюньдің туған күні саяхаттағанда да онша емес, саяхаттасаң байлық пен бақыт жоқ бүгін деп көрсетеді ежелгі кітаптардан. Енді жұлдыздар не дейді? Бүгін еңбек ет, және кешке қарның тойуы мүмкін. Қандай жағдай болса да бүгін болу керек нәрсе болады. Кармический уақыт. Бірақ сол кармический уақыт болғаннан кейін жақсы шығуыңды, ешкіммен ұрыспай, негативте болдырмауды ойлан. Бүгін шар ұшырып тілек тілейміз. Міндетті түрде шарды ауызбен үрлемейсіздер, гелий газбен үрлейсіздер, білесіздер ғой. 49 рет тілегіңізді жазып, шардың жібіне байлап, шарды ұшырып жіберсеңіздер болады. Бірақ тілек 49 рет жазуды ұмытпа. Қоян, доңыз, жылы туылғандар, және бадзе картаңызды білсеңіздер, күнде туылсаңыздар, бүгін көп шапқылайсыздар, жол жүрулеріңізде мүмкін. Дерево аянға білім алуға өте жақсы күн. Огоньян, земля аян, ақша шығаратын күндеріңіз. Бірақ слабый карта болса сіздерге ақша келеді дейміз ғой. Бірақ слабый карта болсын, сильный карта болсын, бадзе картаңызды білсеңіз, бүгін бір алға қойған мақсаттарыңызға бір қадам жүріңіздер. Сол кезде бір дегендеріңізге жетесіздер деп көрсетеді. Вадаям вада ең белгісі періштеңіз қасыңызда, өзіңізде көмек сұрауыңыз керек. Бүгін сіздерге сәтті күн, және агония земляйын ашуланбаңыздар.